Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы жылдамдықты қалай өлшейміз. Бүгінгі сабақта сіздер жылдамдық ұғымымен танысасыңдар. Жануарлардың жылдамдықтарын салыстырып үйренесіңдер. Бүгінгі тірек сөз жылдамдық және жол. Жылдамдық дегеніміз не? Фотосуреттерге қара. Павлодардан Нұрсұлтан қаласына дейін қай көлікпен тез жетеді? Ұшақ, автокөлік, велосипед немесе автобус. Қайсын таңдадыңдар? Неліктен олай ойлайсыңдар? Неге ол транспортпен біз тез жетеміз? Жалпы жылдамдық дегеніміз не? Шапшаң қимыл жасауға икемділік, тездік, екінші көліктердің ұшатын денелердің жүру қозғалысы, мысалы, велосипедке қарағанда автобуспен тез жетеміз, немесе автобусқа қарағанда ұшақпен тез жетеміз. Дененің белгілі бір қашықтықты жүріп өту уақыты қарқыны. Яғни біз, мысалы, дүкеннен үйге дейін қандай жылдамдықпен жүргеніміз туралы айтылған бұл жерде. Жылдамдық қараймыз. Фотосуреттерге қара. Суретте жануарлардың жүгіру жылдамдығына байланысты өсу кезеңімен көрсетілген. Қай жануар қалай жүгіреді? Суретті қарап шықсақ, жануарлар әртүрлі қозғалады. Кейбірі тез, кейбірі баяу. Қозғалатын денелердің жылдамдықтарына байланысты әртүрлі болады. Барлық жануарлардың, адамдардың жүру жылдамдығын біз километр сағатпен өлшейміз. Мысалы, ең баяу қозғалатын бізде ұлу мен тасбақа. Ал ең жылдам қозғалатын гепард екен. Адамның жүру жылдамдығы да осының ішінде көрсетілген. Ал енді ойланып көрейік. Спортшының жылдамырақ жүгіруіне не кедергі болуы мүмкін? Сен қандай кеңес бересің? Балаға мұқият қараймыз. Оның жүгіруіне біріншіден қандай кедергі тұр? Әрине аяқ киімі. Жүгіруге арналған арнайы аяқ киімдерді кию керек. Және оның үстіне ауыр сөмке де жүгіру жылдамдығын азайтады. Ал сен білесің бе, қабылан жер бетіндегі ең тез жүгіретін аң. Ол тұрған жерінен бірден жоғары жылдамдықпен жүгіруге қабілетті. Жер бетінде ең баяу қозғалатын жануарлардың бірі ұлу. Яғни ұлу тасбақадан да баяу жүреді. Келесі зерттеу жұмысы. Сіздерге зерттеу жұмысының жоспары мынандай. Ең алдымен керекті заттарды дайындап алыңдар. Әртүрлі ойыншық машиналардың жылдамдықтарын салыстырасыңдар. Оған бақылау жасайсыңдар, қорытынды жасайсыңдар. Сіздерге зерттеуге керекті заттар ойыншық машиналар және кітаптар. Әртүрлі ойыншық машиналардың жылдамдықтарын бірдей ме? Осы сұраққа жауап береміз. Яғни бұл зерттеу жұмысында сіздер кітапты көлденең қойып, үстінен ойыншық машиналарды жүргізесіздер. Сонымен бүгінгі сабақта сіздер түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтірдіңдер. Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырдыңдар. Денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын түсіндіңдер. Енді сіздерге кері байланысқа мынандай тапсырма. Бейне сабақтың астында сілтемеге өтіп, тапсырманы орындаймыз. Сілтеме арқылы өтсек, сөз жұмбақты орындаймыз. Мысалы, бірінші сұраққа бассақ, сұрақтың өзі шығады. Жер бетіндегі ең тез жүгіретін аң. Бұл жерге жауабын жазып белгілейсіздер. Барлығын белгілеп болғаннан кейін мына нүктеге басып, дұрыс қате жауап екенін анықтайсыз.
Барлық тапсырмаларды орындап шықсақ, бүгінгі сабаққа өздеріңді белгілеңдер. Егер барлығын көп білдім десеңіздер, қабыланды таңдаңдар. Егер сабақ ұнады, түсіндім десеңдер, жылқыны таңдайсыздар. Түсінбедім, менде әлі сұрақтар бар десеңіздер, тасбақаны